Рамадан Челлендж. Пособие о правильной трансформации в священный месяц. Ассалаумағалейкум достар, бүгін біздер Арай екеуміз үйде жасауға болатын жаттығуларды көрсетеміз. Ол үшін сізге ешқандай арнайы құралдың қажеті жоқ. Небәрі көрпеше керек болып қалады. Астыңызға салады. Привет. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы. Бүгін тамақтандың ба? Жоқ әлі. Мінекей, Арай бүгін тамақтанбаған екен. Қазір жаттығамыз. Содан соң ол аузын аша. Бірақ бастамас бұрын ширату жасаймыз. Бірінші бас пен мойыннан бастаймыз. 10 рет жеткілікті болады. Керемет. Осылай қыздырынып алған жақсы. Себебі осыдан кейін мықты жаттығу жасағаннан кейін бүкіл денең ауырады. Потом все болит. Дұрыс айтасың. Одан бөлек күні бойы жинаған қысымдар бар. Көлікте дұрыс отырмаған шығарсыз мүмкін. Сол үшін жақсылап тұрып ширату жасау керек. Могут быть какие-то зажимы, а во время разминки... Иықтарыңды алға артқа. Иә, Иә, дұрыс. Керемет. А во время разминки мы Супер. все эти моменты убираем. Да. Все, супер. И руками. Қолмен енді алға артқа қимыл жасаймыз. А это Ең көп зардап шегетін осы мойын мен иық аумағы. который у нас постоянно... Жақсы. Хорошо, мы начинаем с Керемет. первого упражнения. Наклоним Бірінші жаттығуда алға еңкейеміз. Сосын қолымызды қабырғамызға қарай и тартамыз. тянем локти. Дәл осылай к ребрам. 5 рет қайталаймыз. Лопатки у нас сводятся, и затем наоборот расслабляем лопатки, руки и снова наверх. Сделаем так 5 раз. Мы будем делать... Бұл жаттығуларды айналымды жаттығу ретінде жасаймыз. Біріншісін істейміз, одан кейін екіншісіне көшеміз, үшінші, төртінші және де қайтадан біріншісінен бастап қайта бастаймыз. Келесі жаттығуды былай жасайық. Аяқты жамбастың еніне қоямыз. Иә, осылай. Бір аяқты артқа тартамыз, ал қолмен еденге дейін жеткіземіз. Арқаңды тізе ұста. Аяқ сәл бүкілген. Керемет. Алмастырамыз. Аяқты ауыстырамыз. Енді мына екі аяқ. Өте жақсы. Тепе-теңдікті сақтауға тырысайық. Если есть что-то рядом, можно делать, Бұлайша жарды ұстап тұруыңа болады. например, вот так, во время наклона. Осылай, иілген кезде. И наклоняем. Здесь у нас арқамның артына, иә. Бүкіл арт жақты жаттықтырамыз. Прорабатываем. Жамбас та бар, бел де бар. Ең бастысы координация. Ол бізге өте маңызды. Координация. Это очень важно для нас сегодня. Хорошо. Әр аяққа 5 рет жетеді. Много будет достаточно. Супер. Енді еңкейейік. Аяқты кен қоямыз. Тіземен жанға қарай басамыз. И постоянно давим коленями в стороны. Ал қолмен қарама-қарсы өкшеге қарай тартыламыз. Противоположные пятки. Вот так. Чтобы у нас работали и косые мышцы корпуса, и ноги. так. Осылай ма? Иә, осылай. Дұрыс. Попробуй Иә. поприседать. Супер. именно Төменге қарай еңкейіп көр. Бірақ қисық емес. Түзеу. Төменге қарай. До конца. Сонына дейін бе? Иә, осылай. Қол өкшеге жеткенше дейін. Өте жақсы. 5 рет жасасаң жақсы в болады. каждую сторону будет достаточно. Ал енді пресс. На пресс для этого давай Ол үшін көрпешеге жатайық. Төртінші жаттығуда біз ішімізді жаттықтырамыз. на абдоминальные мышцы, как на корт, да? Кейбірлері прессті жаттықтырғанда демге мән бермейді. Уделяют дыханию, а это важно. Здесь в нижней позиции Төменгі сатта дем тартып, ал көтеріліп келе жатқанда демді жіберу керек. подниматься вот так полностью. Достаточно Бірақ жаймен. поднять лопатки, но главное сделать выдох, как будто мы через трубочку выдыхаем. Вот так.
бүкіл ауаның шыққанын сезіну керекпіз. И мышцы пресса максимально Қайтадан жатамыз, и потом снова ложим. 10 рет Можно жасасақ даже болады. 10 раз сделать. Давай попробуем. Көрейік. Қазір біз 4 жаттығудан тұратын комплексті бітірдік. Осылай 3-тен алдыға дейін айналым жасауға болады. Бастысы өзіңді сезін. Еще раз повторю. Қайталаймын. Бастысы өз ырғағыңда жасау керек. Видеоның артынан үлгерем деп қатты тырысудың қажеті жоқ. Өзіңізді сезініңіз. Бәрін дұрыс жасаңыз. Рахмет көп-көп. Саған рахмет.